Жамбыл облысына жасаған жұмыс сапары аясында премьер-министр Олжас Бектенов Сарысу ауданына арнайы барды. Ол онда аудандағы ірі өндірістік бастамалармен танысты. Үкімет басшысы индустрияландыру бағытында жүзеге асып жатқан инвестициялық жобаларды жүзеге асу барысын көзбен көріп, олардың экономикалық маңызын бағамдады. Толығырақ арна тілшісі тарқатып айтсын. Премьер-министр жұмыс сапары барысында Сарысу ауданындағы ірі инвестициялық жобалардың бірі Қазақсода өндірістік кешенінің құрылыс алаңында болды. Бұл кәсіпорын еліміздегі химия өнеркәсібін дамытуға серпін беретін стратегиялық маңызы бар жоба саналады. Аталған өнім түрлі салаларда металлургия, шыны өндірісі, тамақ өнеркәсібі және тұрмыстық химия тауарларын жасау үшін кеңінен қолданылады. Болашақта зауыт қуаты 1 миллион тоннаға дейін ұлғайтып, терең өңдеуге негізделген жаңа өндірістік желілер іске қосылады деп күтілуде. Жобаға Қытайдың ірі мемлекеттік корпорациясы Камсе бас мердігер ретінде тартылған. Негізгі өнім кальцинленген сода. Алдындағы уақытта бұл өндіріс бейорганикалық химия кешені құруға және терең өңдеуге жаңа өндірістер іске қосуға мүмкіндік береді. Жоба инвестордың өз қаражаты, сондай-ақ отандық және халықаралық банк консорциумынан есебінен қаржылданған. Бірінші кезеңде жылына 500 мың тонна кальцинленген сода өндіруді жоспарлануда. Кейін өндіріс көлемін жылына 1 миллион тоннаға дейін ұлғайту көзделіп отыр. Кальцинленген сода, металлургия, тамақ өнеркәсібі, тоқыма, химия өнеркәсібі, сондай-ақ тұрмыстық химия өндірісіне кейіннен қолданады. Кальцинленген сода Жамбыл облысындағы өнеркәсіптік өндірістің маңызды тетігіне айналмақ. Әсіресе металлургия, химия, тамақ және тоқыма салаларында бұл өнімсіз өндіріс толық іске аспайды. Өңірде мұндай ауқымды зауыттың іске қосылуы ішкі нарықты қажетті шикізатпен қамтамасыз етіп қана қоймай, өндірістің шығындарын азайтып, жаңа жобалардың қарқын алуына мүмкіндік береді. Фархат Қаумен, Азамат Бескенов, 7 News, Сарысу ауданы.